Балақай сәлем. Қалың қалай? Менің ертегілерім саған ұнап жатыр ма? Ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөліс. Жақсы ма? Ертегі тыңдауға дайынсың ғой? Онда мен бастаймын. Ал сен тыңда. Бүгінгі ертегім бөдене және түлкі туралы. Түлкі мен бөдене екеуі айырылмас дос болыпты. Екеуі талай жерді шарлап бірге жүрген екен. Бір күні түлкі бөденеге былай дейді: «Достым, мені күлдіртші». Түлкінің бір күлгісі келген екен. Бөдене «жарайды» деп ұшып барып, бір сиыр сауып отырған кемпірдің басына қона кетеді. Оны көрген шалы: «Кемпір, сен қозғалмай тыныш отыр. Басыңа қонған бөденені мен ұрып алайын. Сорпа жасап ішерміз» дейді де, жерде жатқан ағашты ала салады да, салып қалғанда бөдене ұша жөнеледі. Ал ағаш кемпірдің басына тиіп, сол жерде талып қалады. Ал сүт болса төгіліп қалады. Анада жерде тығылып отырған түлкі шек сілесі қатқанша күледі. Бөдене мен түлкінің бұл ісі дұрыс болмады, я? «Досым, күлдің бе?» деп сұрайды бөдене. «Күлдім, досым, күлдім. Разымын саған. Рахмет» дейді түлкі. Ал тағы да бір күні ергіп жүрген түлкі: «Досым, мені бір қорқытшы» дейді бөденеге. Ал бөдене: «Жарайды, мен сені қорқытайын. Бірақ мен сенің төбеңе отырып, қанатыммен екі көзіңді жұмамын. Мен оңға десем оңға, солға десем солға бұрылып жүріп отырасың. Мен көзіңді аш демейінше, көзіңді ашпайсың» дейді. Түлкі өзі сұрады ғой. Бөдененің айтқанына келіседі. Түлкі көзін тарс жұмып алып, бөдененің айтқан жағына жүріп отырады. Бір кезде бөдене оған: «Көзіңді аш» дегенде көзін ашып қалса, тазы ит ерткен бір топ аңшы келе жатыр екен. Түлкіні көре салған аңшылар қиқулап, тазыларын түлкінің артына салып қуа жөнеліпті. Ал түлкі болса, ол аңшылардан әрең дегенде құтылған екен. Бір кезде бөдене түлкінің жанына келіп: «Қалай, достым, қорықтың ба?» деп сұрайды. «Қорқытқанда солай қорқыт дедім ба?» деп түлкі бөденені шап беріп ұстай алады. Сонда бөдене түлкінің аузында тұрып былай дейді: «Ұзақ жылдар дос болған едік. Ал қазір мені жегелі тұрсың. Қайтем енді? Жесең же. Бірақ осы күнге дейін аты жөнімізді білісіп сұраған емеспіз. Соңғы тілегім болсын, менің атымды сұрашы» дейді бөдене. «Ал, айта ғой, атың кім еді?» дейді түлкі. «Атым Маңғыт». «Маңғыт» деп түлкі аузын аша берген кезде, «Аузыңа саңғыт» деп бөдене ұша жөнеліпті. Міне балақай, содан бері түлкі мен бөдененің достығы аяқталған екен.
Ал біз сенімен досқа адал болу керектігін білеміз. Солай ғой? Ал жақсы, осымен ертегім аяқталды. Келесі кездескенше сау бол. Мен сені келесі ертегіде күтемін.